Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен бірге шоколадный маффины жасайтын боламыз. Өте жұмсақ, әп-әдемі болып шығады. Дәмі сіздерге де ұнайды, жасап көрулеріңізді сіздерге де кеңес берер едім. Маффиныға қажетті заттардың құрамын толық описание бөлімінде жазып қалдырамын. Жұмсақ сары майымызға қантты қосып араластырып аламыз. Мен миксерді қолдандым. Бұл маффиныды миксерді қолданбасаңыздар да болады, егер жоқ болса. Жай венчикпен, қасықпен, лопаткамен араластырсаңыздар да болады. Сосын 2 жұмыртқа қосып жақсылап араластырып аламыз. Сұйық майымызды қосамыз, сүтімізді қосамыз. Сүттің температурасы аса маңызды емес, салқын болса да болады. Какаоымызды електен өткізіп қосамыз. Солай ақырындап араластырып аламыз. Онды да алдын ала елегіштен өткізіп алыңыздар. Онды 2-3 бөлікпен бөліп саламыз, араластыруға ыңғайлы болу үшін. Каналдың дамуына қолдау көрсетіп кетсеңіздер, сіздерге алғысым шексіз. Ол үшін подписаться етіп, колокольчикті басып қойыңыздар. Келесідегі оңай әрі пайдалы рецепттерді өткізіп алмау үшін. Қолдауларыңызға көп рахмет. Онда елегіштен өткізіп 2 бөліп салдым мен. Разрыхлитель қосасыздар 10 грамм онымен бірге. Енді жақсылап барлығын араластырамыз. Бізде қою масса шығады. Ең соңында барлығын араластырып болған соң массамыз қоюлау болады. Дәл солай болғаны дұрыс, аса сұйық емес. Осылай қою болуы қажет. Кекстеріміздің формочкасына 3-тен 2 бөлігіне қамырымызды салып шығамыз. 180 градуста 25 минут пісіріп алдым. Әп-әдемі болып ісіп шықты. Іші сухой болып қалмайды, құрғақ болып қалмайды. Влажный әдемі болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өздеріңізге де, қонақтарыңызға да, балдарыңызға да міндетті түрде ұнайды бұл. Мен арасына шоколадты кішкене үйдегі бар шоколад ұсақтап турап салдым. Сіздер жаңғақ немесе жеміс қоссаңыздар да болады. Тіпті болмаса ештеме қоспай жай өзін істесеңіздер де өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт сіздерге де ұнайды. Ал астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар. Каналға жазылып кетіңіздер.